Алтын Орда Еуразия тарихындағы ең ірі мемлекеттердің бірі. 13-15 ғасырларда ұлан ғайыр даланы билеген бұл империя тек әскери күшімен емес, мемлекеттік басқару жүйесімен де ерекшеленді. Қазіргі таңда сол дәуірдің айғағы Алматыдағы Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік музейінің қорында сақтаулы. Бұл бірнеше ғасырда артқа тастаған тарихи күміс пен мыстан жасалған теңгелер. Бір қарағанда жай ғана металл заттар сияқты көрінгенімен, бұл тұтас бір дәуірдің айқын куәсі. Әрбір монета сол кезеңнің сауда қатынастарын және билік құрылымындағы өзгерістерді көрсетеді. Бұл монеталардың барлығы өте құнды болып салады. Сол кездегі Алтын Орда дәуірінің 18 ханның атауы бар. Бұл хандар ауысып отырғаны байланысты монеталарда да жаңағы оның соғылуы, жылы, яғни және имитет дейміз, ақша шығарушының аты, және ақша сарайлары қай қалада соғылды, сол сияқты деректер өзгеріп отырды. Қазір орталық мемлекеттік музейде Алтын Орда дәуіріне тиесілі 200-ге жуық жәдігер бар. Олардың әрқайсысы сол заманның экономикалық құрылымы мен мәдени деңгейінен сыр шертеді. Тарихшылардың айтуынша, мұндай деректер Алтын Орданың тек әскери емес, өркениеттік тұрғыдан да қуатты мемлекет болғанын дәлелдейді. Алтын Ордалық өркениет, яғни цивилизация, бұл кезде өте жақсы дамыған. Себебі империя кезінде Азия мен Еуропа арасында, Таяу Шығыс пен Қытай арасындағы сауда байланыстар орнатылды. Бір ғана теңге жай жәдігер емес, ол тұтас бір дәуірдің саяси және мәдени болмысын айқындайтын тарихи айғақ. Осындай құнды мұралар арқылы Алтын Орданың Евразия кеңістігіндегі ықпалы мен өркениеттік деңгейі бүгінгі ұрпаққа жетіп отыр. Қуан Нұрақын, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы.